Маусымда Қазақстандағы ең ірі күн электр станциясы іске қосылады. Әр ғимаратқа жеке индекс, елді мекен, көше аты өзгергенмен индекс өзгеріссіз қалады. Астана әуежайы жаңғыртылып, жылына 7 миллионнан астам жолаушыны қабылдамақ. Эйр Астана компаниясы биыл Елордадан Дубай мен Гонконг қалаларына тікелей әуе рейстерін ашады. Ал келер жылы Астана мен Токио арасын тікелей әуе қатынасымен жалғау жоспарланып отыр. 2019 жылы Нью-Йорк қаласымен тікелей бағдар орнатылады. Бұл туралы осы аптада Эйр Астана компаниясының президенті Питер Фостер хабарлады. Ұлттық әуе тасымалдаушысы соңғы 5 жылда халықаралық бағдар санын 3 есеге ұлғайтты. Осы аптада тұсауы кесілген Тбилиси мен Сеул тікелей рейстері халықаралық қатынас өрісінің қарқынды дамып келе жатқанын аңғартады. Қазпошта Астана мен Петропавл қалаларында әр ғимаратқа жеке индекс орнатпақ. 7 таңбалы индекстің алғашқысы облыс, одан кейінгісі қала, орналасқан ауданды білдіреді. Қалған 4-еуі нақты ғимаратқа жөн сілтейді. Осылайша енді елді мекен, көше атаулары сан мәрте ауысқанымен бұл жұмыс нақты мекен жай қалады. Кез келген тұрғын өзіне қажетті орынның индексін білу үшін 3W Postkod.kz сайтына тіркелсе болады. Жаңа жүйе тек пошта ғана емес, өзге бірқатар мекемелердің жұмысын айтарлықтай жеңілдетеді. Электрондық карталар, электрондық магазиндер, электрондық әртүрлі ақпараттық жүйелерде адресті енгізу нақты және стандарттық түрде индекспен оңай болады. Астана әуежайы жылына 7 миллион 600 мың жолаушы қабылдауға қауқарлы болады. Ол үшін елорданың әуе қақпасында жаңа терминал тұрғызылып, ұшып-қону алаңы кеңейтіледі. Осы аптада Еуропа қайта құру және даму банкі жобаға 8,5 миллиард теңге бөлетіні белгілі болды. Осылайша бұған дейін жылына 3 миллион жолаушы қабылдап келген Астана әуежайы 2 есеге кеңіп, С деңгейіндегі қызмет көрсететін болады. Қомақты қаражатты Қазақстан темір жолы компаниясының басқаруындағы халықаралық Астана әуежайы 15 жылға несиеге алғалы отыр. Тиісті келісімшартқа осы аптада қол қойылды. Таяу күндері Қазақстандағы ең ірі күн электростанциясы іске қосылады. Жамбыл облысында бой көтерген баламалы қуат көзі жылына 74 миллион киловатт-сағат электр энергиясын өндірмек. На этапе завершения и сдачи госкомиссию в июне месяце, в этом месяце. Біз қазір станцияның құрылысын аяқтап, жобаны мемлекеттік комиссияға тапсырғалы жатырмыз. Осы айда ол 50 мегаватт энергия өндіреді. Ауқымын білу үшін салыстыра айтсақ, Көкшетау сияқты облыс орталықтарын энергиямен қамтуға 100 мегаватттық жылу электростанциясы жетіп жатыр. Бұл ертеден энергия тапшылығынан арыла алмай келе жатқан Қазақстанның оңтүстік өңірлері үшін ерекше маңызды. Қазір күн электростанциясын Кегок акционерлік қоғамының желісіне қосу жұмыстары басталды. Бұл мемлекет басшысының жасыл экономикаға көшу және Самұрық Қазына акционерлік қоғамы маңында шағын және орта компаниялар құру тапсырмасын орындау аясында жасалған нақты қадам. Тұжырымдамаға сәйкес 2020 жылға қарай елде өндірілген қуаттың кемінде 3% жаңғыртымды көздерден өндірілуі тиіс. Таза қуат жобасы Қазақстанда бұрын-соңды болмаған тәсіл арқылы қаржыландырылды. Бұның ең маңызды несі бұл проектный финансирование. Жаңа біздің жобамызға ешқандай тағы да дополнительный не залог, басқа ешқандай гарантия біз берген жоқпыз. Бұл жаңа өзіміздің іске асырылып жатқан жобаға ашылған несие. Күн электр станциясын салу жобасына Еуропа қайта құру және даму банкі 14 миллиард теңге несие бөлді. Таза технологиялар қоры қосымша 13 миллион евро бөліп отыр. Еуропа қайта құру және даму банкі Қазақстанда баламалы қуат көздерін дамыту жобаларын қашанда қолдық біледі. Алайда Бурнее Солар жобасының орны ерекше. Өйткені бұл жасыл экономикаға көшу жолындағы жаңа белес. Бұл Қазақстандағы өндірістік ауқымда қуат беретін алғашқы күн электр станциясы. Станция құрылысқа жұмсалған қаражатты 7-8 жылда толықтай аяқтайды. Самұрық Қазына инвест серіктестігі кәсіпорын жоспарлы қуатына шыққаннан кейінгі 4-5 жылда жобадан шыға алады. Ал станция 20-25 жыл тұрақты жұмыс істейді.